Қайырлы күн қымбатты пайдалы арна каналының көрермендері. Бүгін сіздермен жылдық есеп 1 ВТ явный ішкі сауда внутренняя торговля есептелігін қалай тапсырамыз, соны көрсетемін. Ең алдымен поисковикка статистика для респондентов деп теріп аламыз. Осы жерден респонденттің жеке кабинетіне кіреміз, яғни войти деген кнопканы басып, осы жерден согласенді басамыз. Одан әрі ECP-мыз арқылы парольді енгізіп кіреміз. Ашылған парақшадан мои отчеты дегенге жерге өтеміз. Осы жерден 1 ВТ бізде шығып тұр міне. Создать отчет деп басамыз. Осы жерден открыть дегенді басамыз. Яғни бірінші отчет, выбрать. Новый отчет дегенде открыть дейміз. Енді осы жерден сіздің акет, яғни қызмет түріңізге байланысты толтыруды бастайсыз. Яғни бірінші, екінші раздел 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 бұл розничный торговля, яғни бөлшек саудамен айналысатын респонденттер үшін. 3-1, 3-2, 5 бөлімдерді көтерме саудамен айналысатын респонденттер толтырады. 6 бөлімді 56 акет бойынша, яғни тамақтандыру бойынша кім айналысады, солар толтырады. 7 бөлімді техникалық қызмет көрсетумен айналысатын респонденттер толтырады. 8 бөлімді екінші қызмет түрі бар респонденттер толтырады. 1 бөлім, яғни като автоматты түрде өзі шығып тұр. Енді розничная торговля деген екінші бөлім толтырамыз. Укажите объем розничной торговли товарами по каналам реализации. Яғни сіз товарыңызды қай жерде тұрып сатасыз, сол жерде көрсетесіз. Мысалдағы адам өзінің товарын жекелеген бір бутиктің ішінде сатады. Сол үшін біз осы жерде через стационарные торговые объекты қанша сатылды товар, соның көлемін жазамыз. Товардың бағасын бір жылдағы оборотыңызды жазасыз, яғни 910 формада сіз қандай объем көрсеттіңіз, 2 жарты жылдықта соны қосып осы жерге жазасыз. Және де бір ескеретін жайт, осы жерде в тысячах теңге деп тұр, 1000 теңгемен есептеледі. Яғни сіз егерде 6 миллион 700 мың табыс тапқан болсаңыз, онда соны 1000-ға бөлесіз де, мына жерде 4 цифрасын ғана жазасыз. Одан артық жазатын болсаңыз, ол көп болып кетеді. Және сатқан саудаңыздан ішінде продовольственный товар бар ма, жоқ па, бар болса, осы жерге соның суммасын жазасыз. Бірінші бетте толтырып болдық, яғни түрін таңдайсыз, өзіңіз осы жерден қайсысы сізге келеді, соны таңдайсыз. Келесі раздел 2 дегенге өтеміз. 2-2. Сізде қанша сауда объектілері бар, соны таңдайсыз. Және де ол қай жерде орналасқан. Магазинах и торговых домах деген бар, яғни торговый дом немесе магазиндердің ішіндегі отдел бойынша, бутик бойынша осыны таңдайсыз. Мына жерге 1 деп жазамыз мысалға. Және соның ішінде арендаға алынатыны 1. Егерде мына жерде 2 болуы мүмкін, сізде 3 болуы мүмкін, өзіңіздің жағдайыңызға қарай толтырасыз. Мына жерде площадьін жазамыз, 20 квадрат метр. Жаңағы объем розничной торговли қайталап жазылады осы жерге. Енді келесі бетке өтеміз. 2-3. Бұл жерде статистика сайтында справочниктердің ішінде СУВТ деген бар справочник, яғни товардың түрі бойынша қандай товар сатасыз. Соны егерде білмей жатқан болсаңыз, жаңағы бірінші бетке өтесіз де, сайтқа өтеміз, бюроның. Осы жерден поиск дегенді главное деп басқан кезде поискті басуға болады. Справочникке деп теріп іздегенге оңай болу үшін справочниктің атын қосымша жазамын. Есептіліктің инструкциясында қандай справочник екені жазылған. Енді осы жерге кіреміз. Осы тізімнің ішінен жаңағы справочникті тауып аламыз.
Міне, статистический классификатор услуг внутренней торговли. Осыны скачать деп Excel'ді көшіріп аламыз. Excel'ді ашқан кезде өзіңізге қай код сізге жақын, қай товар түрін сатып жатырсыз, соны таңдайсыз. Мысалға, менің мысалымдағы адамға келетіні мына код. Ыдыс, шыны, фарфор және қыштан жасалған бұйымдар, ас, үй керек жарақтары, электрлі емес тұрмыстық құралдар, өзге де бұйымдар және құралдар мен бөлшек сауда бойынша қызметтер. Бұл қызмет түрі өз алдына 3 қызмет түрін біріктіреді. Қарап отырсаңыз, міне 47 00 59 900 910 920 930. Егер де жаңағы жерде мына кодты теретін болсаңыз, сізден ештеңе шықпайды. Оның ішіндегі құралымдарын теру керек. Яғни мына үшеуінің біреуін таңдайсыз. Маған келетіні мына код. Осыны енгіземін. 47 005 99 да осы жерден шыққан кезде списоктан таңдаймыз, жүргізе отырып. Астыға қарай түссеңіз, міне 910 деген тұр. Осын таңдаймын. Наименованиясы автоматты түрде өзі шықты. Енді в натуральном выражении менде ондай показатель жоқ, сол үшін мен жаңағы в стоимостном выражении қанша объем болды, соны осы жерге жазамын. Средняя ценасы өзі шығады, және біз 2023 жылға тапсырып жатқандықтан есептілікті 2024 жылдың 1 қаңтар жағдайында қанша менде товардың запасы қалды, соны толтырамын. Мысалға 1,5 миллион қалса 1500 деп жазамын. 1,5 миллион товар менде складта тұр деген сөз. Келесі наценка. Сіз әкелген товарыңызға қанша пайыз қосып сатасыз? Мысалға 70% қосып сатуыңыз мүмкін, немесе 1/1 қосуыңыз мүмкін. Мысалға қандайда бір посуданы 1000 теңгеге сатып аласыз, мұнда Қазақстанда жаңа үстінен 1000 теңге қосып 2000 теңгеге сатасыз. Соның осы жерге қаншаға қосып саттыңыз, соның бағасын жазасыз. Бұл строканы толтырмасы да болады, міндетті емес. Қалған строкаларды біз толтырмаймыз, ең артына өтеміз, себебі розничный торговляға қатысы жоқ бұның. Исполнительнің атын, стационарлық телефонын, мобильді телефонын жазамыз, электрондық почтасын жазамыз. Сосын сохранить деп басамыз. Деректерді толтырып, сохранить деп басамын. Ошибкалар шықты, яғни толтырылмаған жерлер бар. Отчетты толтыруға қанша сағат уақыт кетті, соны тереміз. 1 сағатқан аз кетті менде. Толтырдым. Енді укажите телефон, стационарный допустимый деп тұр контроль. Яғни оны толтырмаса да болады. Отчетты осы қателікпен сақтай беруге болады деген сөз. Енді отправить дегенді басамыз. Паролімізді жазамыз. Отчетымыз өтті. Данные подписаны и отчет принят с допустимыми ошибками контроля. Жаңағы стационарный телефонды жазбағаным үшін допустимый контрольмен отчет сақталды. Егер де ол қателік шықпау үшін, сіз жаңағы мобильный телефонды сол жерге қайталап жаза салуға болады. Енді закрыть деп басамыз. Жаңағы бірінші бетке өтеміз, мына жерде. Обновление жасаймыз. Обновление жасалғаннан кейін осы жерден 2023 жылға 1ВТ годовая отчеты, жылдық отчеты сдан деп тұр. Ақпарат пайдалы болса мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет достар.